Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгін біз Pascal бағдарламалау тілін үйренуді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біз енгізу операторы, яғни read немесе read-ln операторларын үйренетін боламыз. Жалпы ол оператор не үшін қажет? Өткен сабақтағы бағдарламалық кодты ашайық. Өткен сабақта жазған. Бұл жерде біз айнымалыларға өзіміз мән беріп тұрық, яғни меншіктеп 5-1, 6 деп. А меншіктейді 5-1, Б меншіктейді 6 деп. Бұндай кезде, мысалға, x санының қосындысын тауып отыру керек болса, әрбір кезде, и сандар әр кезде әртүрлі сандар берілетін болса, осы жағдайда бізге қайта-қайта бағдарламалық кодты өзгертуге тура келеді. Яғни А меншіктейді 1-5, 1-4, 1-3. Б-ға да дәл солай. Әртүрлі мән беріп отыру керек болады. Сондай өзгеретін мәндерді, яғни қолданушы беретін мәндерді read операторы арқылы оқып алуға болады. Read операторының екі түрі бар. Біреуі read, екіншісі read-ln деген. Оларды бірінші сабақта айтылған write-ln операторы сияқты ғана айырмашылықтары бар. Басқа айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Мысалға read AB. Бұл жолы AB сандары бірінен кейін бірі бір қатарда жазылу керек, бір строкада, арасына пробел қалдыру арқылы. Read-ln болса, екеуі екі строкада жазылуы қажет, яғни жаңа жолдан оқып алады B санын. Ал қазір read операторын қойдық, read AB деп жаздық. Одан кейін С-ға меншіктедік А мен Б-ні және экранға шығардық. Ctrl F9-ды басып көрейік. Яғни бұл жолы өткен жолдар бағдарлама орындалуына қара терезе жабылып қалатын еді. Бұл жолы бұл қара терезе шығып тұр және әрі қарай жабылмайды. Өйткені read операторына келген уақытта бағдарлама қолданушыдан мән беруін күтеді. Не көріп тұрсаңыздар, мән беріп көрейік. 5.2 деп берейін. Және екінші санды пробел арқылы 6.3 деп берейін. Яғни екі сан бердік, бөлшек типті, яғни real типіне келеді. Enter. Жабылып қалды. Alt F5 комбинациясын басу арқылы қарайық. С тең 10,143 деген сан шығарып берді. Енгізген сандарымыз естеріңізде болса, онда қарап көруіңізге болады. Әрі қарай мына жерде типті интеджерге өзгертейін, более жақсылау тексеру үшін. Мына қалай шығару форматын алып тастай берсек болады. Ол жолы өйткені үтірге дейін ғана сандар бар, үтірден кейін сандар жоқ интеджерде. Себебі ол button типті. Ctrl F9-ды басайық. Бұл жерде бір айта кетерлік жайт, write пен read-ln'ді комбинировать етіп қолдану болады. Мысалға бірінші write-ln дейді, A деп шығарады, A тең деп, сосын read-ln'ді күтіп тұрады. Сонда қай санды енгізіп жатқанымызды түсінуге ыңғайлырақ болады. A-ға 5 берейік, B-ға 6 берейік. 6 F5, 11 деген сан шығып тұр. Яғни 5-ке 6-ны қосты, қорытындысы дұрыс. Жаңағы комбинировать ет дегенді жазып көрсетейін. Мысалға write апострофтың ішінде A тең деп жазамыз. Read-ln қылайық бұл жолы. Келесі write-та жазатын жазуымыз жаңа жолға түсіп тұру үшін. Write B тең деп жазайық. Осы жолғысын біз тағы да read-ln қыла берейік. Себебі бағдарламада бұдан кейін де экранға қорытындысын шығарады. Сол қорытындысы жаңа жолдан шығып тұрғаны ыңғайлырақ. Сонда бізде бағдарлама орындалу барысында экранға А тең деген жазу шығады. Одан кейін біз енгізген санды А-ға меншіктеп алады, оқып алады. Одан кейін Б тең деген жазу шығады. Біз берген екінші санды Б-ға оқып алады. Және С-ға А мен Б-ның қосындысын меншіктейді. Экранға С-ның мәнін шығарып береді. Ctrl F9-ды басайық. А тең деген шығып жатыр.
менде Avast антивирусы қайта тексеруде. Бағдарламаны каждый запускқа жіберген сайын кішкене күте тұрайық. A10 деген шықты. Яғни біз осы кезде A-ға мән беру керек екенін түсінеміз. Яғни бұл оңайырақ болады. Мысалға 1. Enter бастым. Insert деген кнопка басылып қалған. Enter'ді бастым. B10 деген шықты. 4 берейін. Enter басайын. Alt F5. S10 5-ке деген шықты. Яғни 1 қосылған 4 тең болады 5-ке. Тағы да бір рет орындап көрейін. Ctrl F9. A10 6-ға Enter. Тағы да Enter. B10 6-ға Enter. Тағы да Enter. Бұның мәні берілген. Кішкене бағдарламалық орта дұрыс жасарын қалмай тұр. Alt F5-ге қарайық. Екеуіне де 6-ны беріп алдық. Яғни жауабы 12 деп шықты. Бүгінгі өткен операторымыз readline және read операторлары. Бұл операторлар қолданушының берген мәнін айнымалыға меншіктеуге мүмкіндік береді. Және де өткен сабақта үйренген операторларымызды және айнымалылардың типтерін қолдандық бүгінгі сабақта. Сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Ал видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған B2A каналы. Сау болыңыздар.